Семинар-тренинг елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру жолдауында көрсеткен. Жоғарғы білім беру ісінде оқу орындарының маман дайындау сапасын арттыру тармағын орындау және 2019 жыл жастар жылын кешенді қолдау мақсатында оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау атты Шәкәрім университетінің 4-ші курс студенттері мен жас оқытушыларға арналуда. Назарбаев зияткерлік мектептері тәжірибесін жалпы білім беру мектептеріне тарату шаралары аясында Шәкәрім университетінің студенттерімен семинар өткізіліп жатыр. Бұл кейінгі кезде өзіміз көтерген бастама. Неге десеңіздер, мына жаңартылған білім мазмұнын оқытуда келешек келетін мұғалімдер осы студенттер қазіргі таңдағы. Бұл жоба бүкіл орта және жоғары білім беру саласына тиімді болмақ. Себебі зияткерлік мектеп орта білім беруде жаңадан енгізіліп отырған реформаларға сәйкес өзгерістегі университет студенттеріне қазірден бастап үйретеді. Ал университетте теориялық білім алған студенттер халықаралық дәрежеге ие жетекші мектепте тәжірибе жинап, диплом алған бетте жұмысқа дайын болып шықпақ. Біздің білім нәрімен сусындатты. Бізге көбінесе осы критериалдық бағалаудың ерекшеліктерін түсіндіріп айтып өтті. Және де осы критериалды бағалауды біз тек қана өзіміз жаңағы теориялық білім ретінде ғана емес, сонымен қатар оны практикада қалай қолданамыз, оқушылардың ара қатынастығын қалай орнатамыз, сонымен қатар олардың бойындағы сенімсіздікті жою арқылы барлығын осы Гүлнара Секимбаевна арқылы үйренген болатынбыз. Ол кісіге алғысымыз шексіз. Семинар-тренингтің мақсаты айналып келгенде болашақ ұрпақ үшін екенін атап өткен жөн. Семинар-тренинг атап өтсек, болашақ ұстаздарға педагогикалық, психологиялық тұрғыдан біліктілігінің артуына және көшбасшылық қасиетті дамытуға көмектеседі. Бірінші кезекте білім берудегі критерийлік бақылау атты жаңа жүйені студенттердің меңгеруі маңызды. Бүгінгі мына семинар-тренинг Шәкәрім университетінің педагогикалық институты, сонымен Назарбаев мектебі екеуі арасындағы келісім бойынша семинар-тренинг өткіземіз 4-ші курс студенттеріне. Бұл 4-ші курстарға олардың әдістік критериялық бағалау бойынша әдістемелік білімін күшейту үшін. Өйткені біздің 4-ші курстар 4 айдан кейін мектепке барып мұғалім болады. Ал мектепте біз біліп жатырмыз, ата-аналарда мұғалімдердің өздерінің түсінбеушілік бар. Критериялық бағалау бұрынғыда 2, 3, 4 деген баға жоқ. Қалай бағалайды? Сондықтан бұны бірінші ата-аналық түсіну үшін бірінші мұғалімдер түсіну керек. Критериялық бағалау не, ол не үшін қажет? Энциклопедиялық білімнің қазіргі кезде керек емес екені. 2, 3 қойып, 4 қойып баланы сындырудың қажет жоқ екенін қазіргі кезде түсініп отыр. Сондықтан реформа қажет ол бағалау жүйесінде. Қазіргі негізгі білім дағдыға, яғни қалай жұмыс істей алу керек, алған білімді қалай қолдану керек деген мақсатта жұмыс істеп жатыр. Мерзімді жоспарда қараңыздар. Мұнда қарайын. Бұл 9-шы сыныптікі қараймыз. Орта мерзімді жоспар география негізгі мектеп 9-шы сынып дейді. Яғни біз қазір 4-ші 90-да отырғандықтан бұнда 4 деген тұр. 4-ші 90 дегенді білдіреді. Көрдік пе? Қалай? Яғни бұл келесі 9-4-ші сынып бірінші оқу мақсаты қараймыз. Бірінші тақырып, екінші оқу мақсаты. Көріп отырмыз ба? Міне әр тақырыптан кейін бұнда міндетті түрде оқу мақсаты. Қазіргі таңда семинар-тренингке Шәкәрім университетінің 3-ші және 4-ші курс студенттері қатысуда. Жобаға сондай-ақ қаламыздағы жетекші орта білім беру мекемелері қызығушылық танытуда. Ергел Тілеуқұл, Еламан Сәрсенбаев, Сұңқар Томхан, ТВК.